Қайырлы күн оқырмандар. Біз мінекей көптен күткен қорқыныш туралы тренинг өткіздік. Бұл тренингте әртүрлі рухани тәжірибелер жүрді. Соның ішінде гештальт терапия көп оқырмандарға ұнаған сияқты. Бұны қысқаша түсіндіріп кетейін. Гештальт деген бұл адамның кішкентай кезіндегі өмірінде болған уақыттағы аяқталмай қалған жаңағы жағымсыз сезімдер. Мысалы, қатты қорқады, айғайлап шығармай қалады. Біреуге ренжиді, бірақ та сол ренжісін айтпайды. Немесе қатты ызаланады, сол ашуын шығармайды. Ол ішінде жаңағы түп санада сақталып қалады да, сонан кейін ол өмірдің өсетін кезінде өстірмейді. Мамандық таңдарда толық таңдауға кедергі болады. Семья құрғанда да тура өзінің теңін таңдауға да өте көп кедергілері болады. Сондықтан бұны аяқтау керек. Бұл терапия сол басталған гештальтты аяқтау деген сөз. Соған байланысты біз рухани тәжірибе жасағанбыз. Соны көрулеріңізге болады. Соны қазір ұсынамыз.